Саламатсыздар ма, құрметті Қазақ Про арнасына келген оқырмандар және көрермендер. Мен бүгін сіздерге TikTok-тағы дайректке мазаңызды алып, қайта-қайта SMS келе беретін болса, соны тоқтатудың жолдарын үйрететін боламын. Ең алдымен TikTok-қа кіреміз. Профиляға басамыз. Осы жерде профиляда ең төбесінде 3 сызық бар. Сол жерге басасыздар. Және де конфиденциальность бар, соған басасыздар. Естеріңізде болса, мен конфиденциальностьқа кіру арқылы сіздерге приватный аккаунтты, яғни открытый немесе закрытый аккаунтты үйреткен болатынмын. Содан төменге қарай жүрсеңіз, безопасностьта сізде загрузка, комментарий, отметка және подписка, дуэт деген, понравится ваш видео деген, личные сообщения және заблокированный аккаунт деген бар. Осы функциялардың қалай жұмыс жасайтынын көрсетемін. Загрузки деген, яғни сіздің салған видеоларыңызды адамдар загрузка жасап алуға разрешение бересіз. Мұнан жасыл сызықты үстін бассаңыз осындай аққа, яғни сұрға айналып кетеді. Ол сұрға айналса, сіздің салған видеоларыңызды ешкім скачать ете алмайды. Лучше сіз оны ашып қойыңыз. Сіздің де достарыңыз сіздің видеоңызды алып қолданып көрсін. Және де комментарий деген бар. Бұл жерде комментарий, сізге жіберілетін комментарийлар, мысалы сіздің бір видеоңыздың астында сізге тіркелген достарыңызда тіркелмеген достарыңыз болады да. Ал егер сіздің мына жерде комментарий друзья деп қойсаңыз, ол жерде тек қана сіздің тіркелген ғана достарыңыз жаза алады. Ал все деп қойсаңыз, тіркелген достарыңызда, тіркелмеген достарыңызда сізге комментарий жаза алады. Ал никто десеңіз, сізге ешкім ешқандай SMS комментарий жаза алмайды. Сол үшін мен екі жақтағы достарымда, яғни тіркелген достарымда, тіркелмеген достарымда комментарий жаза берсін деп, мен все батырмасына басып қоямын. Келесі бізде отметка. Бұл жерде де сізді отметить етіп видео салатын достарыңыз болса, сіз оларға сіздің тек қана сізге бар ғой, тіркелген достарыңыз болса, соларға осы жерді барлығын оқып аласыздар өздеріңіз. Мен барлығын айтып отырмай-ақ қояйын, видео қатты ұзақ болып кетеді. Осы жерді оқып аласыздар. Мен всеге қоям, менің тіркелген достарымда, тіркелмеген достарымда мені белгілеп сала берсін деп. Және астында подписки деген бар. Тіркелмеген, бірақ сіз соған тіркеле аласыз ба деген сияқты осындай SMS тұр. Мен барлығына рұқсат беріп қойдым. Және де бұл жерде дуэт, ең маңыздысы дуэт. Көбіне бір адамдардың өзіңе ұнаған видеосы болады, сол адамдармен дуэт жасайтын келеді, бірақ ол адамдарда дуэтке разрешение берілмей тұрады. Сол себепті мен все деп басып қоям. Менің видеомда кез келген адам алып дуэт жасай берсін деген мақсатта. Және де астындағы личные сообщения деген бар. Соған барсаңыз, мына жерде сізге тек қана достарыңыз SMS жазған қалайсыз ба, немесе ешкім жазбағанын қалайсыз ба. Мен никто деп жауып тастадым. Маған көбіне дайректке келетін SMS-тер көбіне батыл болып жатқан кезде келеді. Сол себепті мен жауып тастаймын. Және заблокированный аккаунт деген бар. Осы жерде сіз кімді блокқа салып тастадыңыз, соларды қарап разблокировать етіп отырсаңыздар болады. Достар, бүгіндікке осы. Барлықтарыңызға түсінікті деп ойлаймын. Өздеріңіздің TikTok-тарыңызға, конфиденциальностьтарыңызға кіріп, осындай нәрселерді, безопасностьтарыңызды қарасаңыздар болады. Барлығын жасап көріңіздер. Құрметті достар, бүгінге осы. Сіз менімен болғандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақтарда Алла қаласа жақсы контенттер жасауға тырысамын. Комментарияға жаза кетіңіздер. Қандай контент көргіңіз келеді, қандай видео, қандай сабақ көргіңіз келеді, комментарияға жазып кетіңіз. Арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыз, дизлайк басыңыз, және де өзіңіздің достарыңызды шақырып келіңіздер осы видеоны көруге. Сау болыңыздар.